бүгінгі жасақ планшайын ағамыздың еске алу кешіне құрамға келгендеріңіз үшін барлықтарыңызға рахмет. Я айтқан пікірлеріңізге қосыламын. Жасаралаға ол мыңнан бір туатын ұлтым деген жүрегін, жанының өмірін ұлтына арнаған нағыз азамат, қайсар қайратты тұлға. Оның ісі ары қарай даму керек, оның ісін жалғастырушылар миллиондап көбею керек. Біз шынайы тәуелсіздік үшін ол кісі әрине бар еңбегін атқарды, бірақ жете алмай кетті. Сол жете алмаған арманына жету үшін біздер сол кісінің атқарған тірлігін тоқтатпай қалай жалғастыруымыз керек. Енді әр ұлттың ішінде өзі батырлар болады ғой. Сол батырлардың жөнін біз сақтап қала алмадық. Алтынбек Сәрсенбаев, Заманбек Нұрқадилов, Дулат Ағаділ, баласы болып кетті. Соңғы рет Жасаралы ағамыз соңғы күніне шейін бізбен бірге болды ғой. Осы халқымыздың келешегі үшін, ұрпағымыздың келешегі үшін, демократиялық мемлекет болсын, коррупция, ұры қарақшылар биліктен құртып, халықты ойлайтын билік болсын деп күресіп сол кісі қайтыс болып кетті. Жатқан жері жайлы болсын дейміз, рухы қуанышты болсын, аруақ істеді әрдайым артында қалған ұрпақтарын қорғап қоршап жүрсін. Аманшылық болсын, денсаушылық болсын, осындай перзенттер көбейе берсін. Сөйтіп ниетімізге жетейік, сол күнді жақындай берсін. Бүгін жасалған қайтыс болған күні, соған аз да болса көптеген асырған жайымыз бар. Жасалғанның аруағына тие берсін деп құран оқыдық. Сол кісіге арнап өзіміздің көрген сол кісілермен ұшырасқан сол кісілердің өлеге алған тілектерімізді және сұхбаттасқан әңгімелерімізді айтып отырамыз деп ақылдаса. Өзім айтатын болсам, ол кісімен осы Шымкентке келді ғой, ол кісі ковидпен ауырып, содан кейін Шымкентке келіп біраз сауға ішкен жағдайы болады. Сол кезде біз сол кісінің қасында болып, 2 ай болған кезде соның қызметін қылып, сол жалықпасын деп, зерікпесін деп әңгімелесі, сол кісі зеріктірмей біраз қасында болдық. Сол кісілердің өнеге әңгімелерін естідік. Ол кісінің қазаққа берілген, қазақтың жоғын жоқтайтын адам екенін, кісі екенін жайында сол кісіді біліп отырмыз. Ол кісіні бұрында танитын едік қой. Мен сол кісі елік дегенім 91 жылы Орал оқиғасы болған кезде сол кісі осы Қазақстандағы азаматтардың бәрін басын қосып, қазақтарға қарсы шыққан еді. Олар қазақтардың бәрі қарумен, 5 қару бойында, ал біздің азаматтарымыз құр қолмен шыққан еді. Сөйтіп, соларды белгілеп отқан парадтарын болдырмастан таратқызып жіберді соны. Ал сол кезде Назарбаев не істеді десеңші? Назарбаев сол кезде мен ертең қарсы шығармаймын, бұлар қазақтар деген оларға ұлт, оларды өзі мемлекет боламыз, тәуелсіздік аламыз дейтін болса, мен оған қарсы шығармаймын, ол елшінің приказы, мен орындаймын деп әңгіме қылғанда, осы Қуанышжан ағамыз соның бәрін жоққа шығарып, қазақтарға сол 5 облысты Оралмен қосып, алып қалған сол кісі еді. Сол кісіге жеңілтіп, мен 92 жылдан бері Қазақ партиясының мүшесімін. Біраз кісілермен бірге сол жылдар жиналыстарына қатысып, бастамашы ұйымдастырып жүрдік. Қасымдағы жігіттердің ойламаған жерден қайтысып кеткен кісілер де болды. Ойламаған жерден авария болып қалады, ойламаған жерден басқа күш түсіп кетеді. Сондай болып тұрады ғой өзі. Сондай жағдайлар да болып тұрды. Бәрін айта бермеймін бе, басқа да айтатын кісілер бар. Сол кісілерді айтып. Осындай батыр көкеміздің еске алып күні жылы өзіміз жиналып осындай еске алып жатқан күніміз. Бұл кісі действительно батыр, Қазақстанның батыры. Ертең өтірік жүйе кеткеннен кейін әлі мүсін де қояды, көше де береді, құдай біледі дейін әлі қаламын атын да беріп жүрмін. Себебі бұл нағыз ұлтшыл, жанашыр қазақтың батыры. Лайым бізде сондай батырлар көп болсын, көп болсын. Сол кісі бізге үлгі болсын. Біз де сондай адамбыз деп санаймыз өзімізді. Даже барынша қолымыздан келгенше ниет мақсаттарымыз орындалсын. Баяғыда ата-бабамыз осындай егемендік алсақ деген ойлар болған. Армандаған, Құдай бізге берді соны. Ұрпағымыз әйтеуір жоғалтпай, соларды ұстатып, егемендігімізді одан да нығайтып, одан да күшейтіп, дамыған ел болайық.
бала шағамыз әдемі керемет мемлекетте өмір сүрсін. Біздің жүрісіміз сол, басқа мақсат жоқ.